Талдықорғандағы журналистер үйіне Бейсен Құранбектің есімі берілді. Арда азаматтың аты мекеме маңдайшасына жазылып, ескерткіш тақта орнатылды. Естеріңізге сала кетсек, 11 мың шаршы метрлік ғимаратты салуға марқұм Бейсен Абайұлының өзі ұйытқы болған еді. Нысан пайдалануға берілгенде өзі де еңбек етіп, аймақта журналистика мектебін қалыптастырды. Қазір 5 қабатты мекемені республикалық және облыстық арна қызметкерлері және мерзімді басылымдардың шығармашылық ұжымы пайдаланып, игілігін көріп отыр. Мұнда жиналыс өткізетін, тіпті спортпен шұғылданатын орын бар. Салтанатты шараға жиналған қаламгерлер ақпарат саласында айшықты із, өзіндік қолтаңбасын қалдырған тұлға жайлы естеліктерін айтты. Елдің сүйіспеншілігіне айналған тұлға ретінде осы бүгінгі журналистер үйіне есім берілуі тек қана Жетісу жері ғана емес, Алматы облысы ғана емес, батыс шығыстағы бүкіл тыңдарманның, көрерменнің, ақпарат кеңістігі жанкүйерлерінің үлкен олжасы, қуаныш деймін. Сондықтан құтты қайырлы болсын. Сонымен қатар қоғамдағы интеллектуал журналистиканың қалыптасуы атты аймақтық форум өтті. Онда қаламгерлер саланың қазіргі жағдайы, басылымдарға жазылу, газеттердің құрылтай меншігіне өтуі, журналистердің ауызбірлігі мен тұлға қалыптастыру мәселесі талқыланды.